Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен дәмі тіл үйіретін, жұмсақ әрі тез дайындалатын печенье дайындаймыз. Ең алдымен жұмсақ, бөлме температурасындағы сары майға құмшекер қосып, біркелкі масса болғанша мезерлейміз. Енді үстіне 2 жұмыртқаны жарып, тағы да біркелкі болғанша араластырамыз. Ұнға 1 шай қасық разрыхитель мен ванилинді қосып, осы ыдыстың ішінде араластырып аламыз. Құрғақ ингредиенттерді массамызға 2-ге бөліп, електен өткізіп қосып отырып, жұмсақ кішкене қолға жабысып тұратын қамыр илейміз. Дайын болған қамырға шоколад салып араластырамыз. Барлық құрамның мөлшерін описанияда қалдырамын. Қамырдан видеодағыдай дөңгелектер жасаймыз. Табаға арасына алшақ қоямыз. 200 градуста шамамен 10-15 минут пісіріп аламыз. Әркім пешінде әртүрлі уақытта піседі. Осымен өте дәмді әрі тез, оңай дайындалатын печеньеміз дайын. Видеом ұнаса лайк басып, арнама жазылып кетіңіздер, әлде көп рецепттер болады.